Бірақ телефонмен әлемге шығып кетатқандар бар да. Көшеге шықпайды денесімен. Телефонмен әлемге кетті ол. Бір қарасың, шетелде жүр. Бәрден келеді қарап. Бәрі қарасың қажылықта жүр, Аяқта қарыздарды көріп жатыр. Машалла деп қояды. Бәрі қарасаң, мына жақта бір жақта жүр енді, субханалла. Бәрі қарасаң, аяқта ұстаздың дәрісін тыңдап жатыр. Жақсы ғой оның бәрі. Бірақ мына жақтан ұтыласыздар ертең. Өткен адам кеш ұйықтаса, мына жағын кешігеді енді. Ұйқың қанбағандықтан, сонымен таң намазы әрең тұруы мүмкін. Таң намаз айтады, бір есім жисам дейді, сәлем беріп жатыр екен дейді. Қайттан құлады төсекке дейді. Не намаз сонда ол? Не деген намаз ол дейді да? Дәрет алдың ба қайта дедім ғой? Жоқ, дәрет алғам дейді. Намаз оқығам дейді. Бірақ ұйқылы ояуым ба білмеймін дейді. Бір есім жисам дейді, бір жаққа сәлем беріп жатыр екен дейді да олай. Сол намазым қалай болды мен дейді, субханалла. Мен білмейді екен ондай намазым қалай екен дейді. Намаз терез оқу керек адам. Оқыватқан аяттарыңды қара, не оқып жатсың, қай сүрені оқып жатсың. Сіздерден сұрамай-ақ қояйын, бүгін таң намазда қай сүрені оқыдыңдар деп сұрасам, көбісі айта алмауы мүмкін қазір. Қай сүре оқыдым мен шынымен деп. Ондай жауап келе алмайды, не үшін? Кеш жаттағандықтан. Расул саллаллаху құптаннан кейін ұйықтап қалатын, ұйқыға асығатын тезде. Мына жағын ерте орындағандықтан Расул саллаллаху ерте тахажжудқа тұрып алатын да, таң намазының алдында. Тахажжудымен таң намазын оқып, духа намазын оқып, Расул саллаллаху орнынан бірақ қозғалатын. Бұл Расул саллаллаху кәдімгідей бекітілген өзінің амалдарының бірі еді. Енді біздерде оны духа намазға шейін қазір енді отырамыз деп айта алмаймыз. Жұмысқа бару керек, таңертең басқасын, сол сәтте кейде сол баракат шашатын уақытта біз сөрен отырып жатырмыз да, шайтан сөрі бізді ұйықтатады. Ұйықтап ал, 1 сағат болса, жарты сағат болса демалып ал дейді. Сен бүгін жұмысқа барасың дейді. Жарты сағат болса мызғып алайыншы дейді. Сол жарты сағатын ерте мына жақта жатқаныңда ғой түнде. Есесіне таң намаздан кейін еститін едің, кітап оқып қалатын ең, Құран айтылып қалатын ең, Аллаға зікір айтып қалатын ең, салауатынды айтып, былайша айтқанда сол уақытта тірезіп отырып беру керек қой былайша айтқанда.